Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл менің каналымдағы алғашқы рецепт. Сондықтан мен сіздерге ең оңай, ең жеңіл, ең дәмді шоколадный капкейктің рецептісін ұсынбақшымын. Алдыменен бөлме температурасындағы 2 жұмыртқамызға үстінен керегінше қантымызды салып, барлығын бірге венчиктің немесе миксердің көмегіменен шайқап алуымыз қажет. Жұмыртқа мен қантымыз толығымен араласқаннан кейін бөлме температурасында тұрған сары майымызды үстінен қоса отырып, тағы да бір рет шайқап аламыз. Осы массалардың үстінен сүтімізді құйып, тағы да жақсылап барлығын бірге бір келкі масса болып араластырып алып, бір шетке қоямыз да сухой ингредиенттарымызды араластырамыз. Какаомызды, ұнымызды, разрыхителімізді, содамызды барлығын бірге араластырып, дайын болған сұйық массамыздың үстінен 2 бөлікке бөліп, сала отырып араластырамыз. Міндетті түрде 2 бөлікке бөліп салыңыздар, себебі какао түйіршіктері, ұн түйіршіктері толығымен араласпай қалуы мүмкін. Дәл видеода көрініп тұрғандай, мұнда міндетті түрде миксерді қолдану қажет емес. Венчиктің көмегімен де кез келген қыз-келіншек үй жағдайында дайындай алады. Осы сәтте өте мұқият болуға тырысыңыздар, себебі көп жағдайда какао түйіршіктері немесе ұн түйіршіктері толығыменен араласпай қалып кетіп жатады. Және сіздердің де дайындаған сұйықтықтарыңыз дәл видеода көрініп тұрғандай болуы қажет. Дайын болған массамызды арнайы капкейктің ыдысына жартылай ғана, яғни 50% ғана толтыра отырып салып шығамыз. Капкейкке арналған форма болуы міндетті емес. Темір форманы қолдануға болады және силиконды формамен де жасай аласыздар. Келесі кезекте капкейктерімізге арналған кремді жасаймыз. Ол үшін таза ыдысымызға салқындатылған творожный сыр, қант және салқындатылған 33%-дан жоғарғы сливкемізді құя отыра, барлығын бірге бір келкі өзінің массасын толығымен ұстайтын крем шыққанша жақсылап миксердің көмегімен араластырып аламыз. Крем жасау барысында миксерді қолдану міндетті. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, лопаткадан түсіп кетпейтін, өзінің формасını жақсы ұстайтын қою крем шығуы қажет. Бұл жерде менің қолданған насадкамның номері 333. Арнайы кондитерлік қалташаның ішіне салып, кремімізді толығыменен капкейктің бетіне жағып шығамыз. It's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Оформление жағы өз қалауларыңыз. Егер қаласаңыздар шоколадпен немесе түрлі жеміс-жидектерменен оформление жасай аласыздар. Менің видео рецептім сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаған болса лайк басып,
пікір қалдырып достарыңызбен бөлісіңіздер. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен Самал.